Хей, барлығына сәлем. Арада біршама уақыт өтіп, видео шығармағанымызға да 4 айдай болған екен. Соны жөндеу үшін жаңа жылда жаңа сапалы видеоларды бастаймыз. Видео шығармағанның өзінде подписчиктеріңіздің саны сіздердің белсенділіктеріңіздің арқасында 500-ден асып кетті. Осы белсенділікті жалғастырып, дәл қазір каналға подписаться етіп, және видеоларды жіберіп алмау үшін колокольчикті басуды ұмытпаңыз. Біз ары қарай кеттік. Сонымен видеоның тақырыбы обложкадан ақ белгілі болып тұрғандай, мен жаңа ноутбук сатып алдым. Сол ноутбук сатып алу процесінде менде варианттар өте көп болды. Мен олардың бағаларына қарадым, характеристикаларын салыстырдым. Нәтижеде менде таңдай келе негізгі 3 вариант пайда болды. Олар Asus ROG Strix G531 GT, Acer Nitro 5 2020 жылғы және Asus TUF Gaming A15 ноутбуктары болды. Кейін мен оларды өзара салыстырдым. Менің талаптарым бойынша міндетті түрде веб-камерасы болу керек болды. Нәтижеде Asus ROG Strix списоктан шығып кетті. Қалған екеуін мен процессорлары бойынша салыстырдым. Asus TUF Gaming'да бұл жерде Ryzen, осы жылы шыққан 4 сериясындағы, ал Acer Nitro 5-те бұл жерде Intel 10 поколениясы. Нәтижеде маған Intel ұнады, өйткені Ryzen'ның қызу температурасы өте үлкен болды. Даже заявленный температураның өзі 105 градусқа шейін барады деді. Сондықтан мен Acer Nitro 5-ті алдым. Енді ары қарай обзор сол Acer Nitro 5 туралы болады. Тамашалаңыздар. Ең бірінші біз сыртқы корпус және оның материалдарына қарасақ, бұл жерде материалдары толық пластиктен жасалған, пластиктің жинақталуы және оның сапасы жақсы дәрежеде. Сыртқы бөлігінде тек қана тегіс пластиктен бөлек шлифовкаланған дизайн да бар, ол игровойлықты білдіруші факт. Ал одан бөлек игровойлықты білдіруші ретінде мына охлаждениеге арналған бөлігі. Ол әдейі Nitro сериясының белгісі ретінде қызылға боялған. Бұның көлемі бойынша басқа игровой ноутбуктерге қарағанда сәл үлкендеу, қалыңдығы бойынша 24 мм, ал ауырлығы бойынша 2,5 кг. Ал енді екінші пункт ретінде экранға келетін болсақ, бұл жерде экран 15,6 дюймді. Матрицасы IPS, ол дегені цветопередачада жақсы деген сөз. Мен ноутбук сатып алғанда матрицаға өте жақсы көңіл бөлдім. Өйткені басқа TN және IPS Level сияқты матрицаларда монтаж жасағанда цветокорда натурал цветтерді өте жақсы бере алмайды IPS сияқты. Сондықтан мен IPS-ті таңдадым. Ал енді экранның жиілігіне келетін болсақ, бұл жерде жиілік, яғни частотасы 144 Гц, ал разрешениесі стандартты Full HD. Яркостьіне келетін болсақ, яркості толығымен өте жақсы деуге келмейді, бірақ бөлменің ішінде істеуге толығымен жетерлік. Ал енді сыртқы рамкаларына келетін болсақ, экранның ол оң жақ және сол жағында өте жіңішке, ал жоғарысында кішкене қалыңдау. Оның қалыңдатуы камераның қойылуына байланысты деп ойлаймын. Ал енді сәл өзгешелеу және қызық бөлігі туралы айтсақ, ол клавиатура және тачпад. Клавиатурасы маған өте қатты ұнады, оның RGB подсветкалары өте күшті сезім береді. Нақтырақ айтатын болсақ, клавиатура RGB подсветкалы 4 зонаға бөлінген. Клавиатураның басылу ходы өте жағымды, және плюстарының бірі бұл жерде цифровой блок қойылған. Цифрмен істеу барысында ол өте ыңғайлы болады. Ал тачпад жайлы айтатын болсақ, тачпадтың бір ерекшелігі бұл жерде басылатын негізгі 2 кнопка жоқ. Оның орнына MacBook'тардағыдай сол және оң жақ шеті, төменгі шеті басылады. Және де әрбір клавиатура барынша үлкейтілген және майда клавиштер жоқ. Ал енді ең маңызды бөліктерінің бірі производительный жағын айтатын болсақ, бұл жерде процессорының орнына Intel Core i7 10750H, яғни 10-шы поколениясы орнатылған. Ол негізгі 6 мощный ядерлі және 12 потокты процессор. Ал ол процессор біргелікте 6 гигабайтты GTX 1660 Ti видеокартасымен біргелікте жұмыс істейді. Бұл жерде негізден коробкадан 8 гигабайт оперативка және 256 гигабайт SSD дискпен келеді. Оны мен өзім қалауым бойынша 16 гигабайтқа дейін оперативканы және 512 гигабайтқа дейін негізгі жадын қостырдым. Және өзім қалауыңыз бойынша оны жесткий диск, яғни 1 терабайтқа дейін хард диск қоюға болады. Ал енді осы мощностьті тексеру үшін мен бұл ноутта онша ойын ойнамадым, бірақ монтаждауға көп пайдаландым. Сол монтаждау барысында мен Adobe Premiere Pro программасында 10 минуттық Full HD форматтағы видеоны примерно 7-8 минутта рендер қылды.
ал HD форматтағы видеоны ол 5 минут шамасында рендер қылды. Соған қарай мен бұл ноутбукты смело ойын ойнауға, жоғары дәрежеде ойын ойнауға арналған деп ойлаймын. Ал енді осылардың температурасын түсіріп отырушы охлаждение жайлы айтатын болсақ, бұл жерде негізгі екі кулер бар. Олардың біреуі чипке, біреуі видеокартаға арналған. Чипке арналғаны оның обороты 5000-ға дейін барады, ал видеокарта арналған максималды дәрежеде 5882-ге дейін шықты. Олардың жұмыс істеуі өте жақсы мұздатады, бірақ кішкене шумный. Ал енді радиомдары жайлы айтатын болсақ, бұл жерде сол жағында LAN порт және USB Type-A порттан екеу және аудио жаққа арналған порт орналасқан. Ал оң жағында USB Type-C-ге, USB Type-A-ға порттар және HDMI-ға арналған порттар бар. Және маған өте ыңғайлы және ұнағаны ол зарядка үшін порттың артқы жақта орналасқаны болды. Басқа ноутбуктардағыдай сол емес оң жағында сым мешать етіп жатпайды. Ал енді осы барлық процесс токпен қамтамасыз етуші аккумулятордың көлемі бұнда 57 Вт, неге 90 Вт емес? Өйткені жаңа жоғарыда айтып кеткендей, аккумулятордың қалған бөлігіне HDD дискке арналған, яғни хард дискке арналған орын қалдырылған. Сол нәтижесінде кішкене аккумулятор қысқартылған. Оның аккумулятордың жету уақытын мен әзірге білмеймін, өйткені мен әрқашан компьютерге отырған кезінде зарядканы жалғаулы күйде отырамын. Дәл осы ноутбуктың бағасы жайлы айтатын болсақ, осы комплектацияда, яғни 16 ГБ оперативка және 512 ГБ SSD мен маған $1300-ға түсті. Мен сіздерге $1300 көлемінде дәл осы ноутбукты алыңыздар деп айтпаймын, өйткені дәл осы сегментте алуан түрлі ноутбуктар бар. Өзіңіздің қажетіңізге байланысты оны таңдап тұрып алуға болады. Мәселен, сіз геймер болатын болсаңыз, сізге процессор оншалықты керек етпейді, яғни i5-ды алып, мына жағына видеокартаны RTX 2060-2070-ті осы бағаға түсірсе болады. Яғни өздеріңіз смело таңдап ала беруіңізге кеңес беремін. Жалпы енді алдағы видеоларды осы ноутбук арқылы монтаж жасап, Алла қаласа жақсы видеоларды, сапалы видеоларды ұсынамыз деген ойдамыз. Осындай видеоларды жіберіп алмау үшін дәл қазір каналға подписаться етіп, видео ұнаған болса лайк басып және комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше қош, сау.